Бәріңізге сәлем. Бүгін біздер 2014 жылы жарық көрген Город Героев атты мультфильмді талқылайтын боламыз. Көшенің қара бетінде заңсыз робот жарысы болады. Көпшілік жиналған жерде күлгін қыздың роботы қарсыласын құлатады. Бірақ толық адамның роботы құпия қаруын көрсетіп, және роботты екіге бөледі. Толық адам өзінің жеңіс ақысын алады. Көпшілік арасынан кішкентай бала өз роботымен шығады. Ол соңғы ақшасын төлеп, толық адамға қарсы шығады. Бірақ бала берілмей, қалтасынан оралған ақшаны шығарады. Және ол өзінің мегабот режимін іске қосады. Соққылардан қашып, чемпионның роботын істен шығарады. Этого не может быть! Ну, я не меньше тебя удивлен. Случайно повезло. Толық адам жеңілгенін мойындамай, оны ұрмақшы болады. Бірақ сол жерге мопедпен ағасы келеді. Ағасы Тадаши оған талантыңды босқа құртып жүрсің деп ұрсады. Ал Хиро оны тыңдамай, оған тапқан ақшасын көрсетеді. Олар қашып келгенде алдарынан полиция күтіп алады. Ал апалары Кэс екеуін түрмеден алып шығады және сазайларын береді. Апасы оларға 10 жыл бойы аналарын жоқтатпай жүреді. Бірақ өзіне көңілі толмайды. Олардың ата-аналары өмірден озған соң екеуіне апасы қарайды. Олар үйлеріне келеді. Ал бала Хиро ештеңе болмағандай жаңа роботтар шайқас алаңын табады. Ол үйден қашуға асығады. Я тебя отвезу. Ничего себе. Отговаривать тебя бесполезно, а одного отпустить не могу. Тадаши оны тыңдата алмайды. Жол жөнекей олар Тадашидің университетіне соғады. Тадаши оған өз лабораториясын көрсетеді. Хиро талантты, білімді жас ғалымдармен кездеседі. Гого есімді қыз электромагнит арқылы велосипед жасап шығарады. Васаби есімді шыдамсыз жігіт плазменный лазермен, ал досшыл Ханилемон арнайы химиялық сұйықтықтармен айналысады. Фред есімді бала оқушы болмағанымен, ол осы ғалымдардың көмекшісі және мотиваторы. Фред өзінің кесіртке костюмын жаңартқысы келеді, себебі ешкімде жоқ шоу жасау үшін. Тадаши Хироны өзінің жасап шығарған жобасымен таныстырады. Привет, я Бэймакс, ваш персональный помощник по уходу за здоровьем. Бұл робот дәрігер адамға диагностика жасап бірінші көмек көрсетеді. Робот жұмсақ болу үшін арнайы сирек материалдардан істелінген. Ал ішкі құрылысы өте күрделі және төсінде салынған ми жадысы бар. Егер сен Бэймаксқа көңілің толғанын айтсаң, ол өзінің сөмкесіне оралады. Кенеттен сол жерге Тадашидің профессоры Роберт Каллоган келеді. Хиро оны бірден танымайды. Так ты, значит, Хиро, боеботов любишь. Моя дочка в твои годы только о них и думала. Бірақ оның туындысымен кезінде таныс болған екен, және сол кісінің кітабының арқасында өзінің роботын құрастырған. Профессор оған сайыстан жеңу үшін жеңіл жолмен робот жасағанын айтып, оны менсінбейді. Ал университетте күрделі туындылар шығарылады. Хиро өзінің көмері Каллоганның университетіне түскісі келеді. Тадаши оған жақында болатын таланттар арасындағы байқауды айтады. Ең үздік талантты адамды универге алады екен. Хиро тоқтамастан идеялар іздей бастайды. Ағасы кірісіп, оған жаңа жол табуды айтады, және идея табылады. Универдегі достарымен байқауға контейнер тасиды. Хиро сахнаға бірінші шыққандықтан қатты қобалжиды, және өзін сабырға шақырып, микроботпен көрінісін бастайды. Я представляю, что хочу. А они делают... Микроботтар Хироны тыңдап, қалаған затты көтеріп, оны тасымалдай алады. Және бұл жоба бизнесмен Крейгті қызықтырып, көп ақшаға сатып алуды ұсынады. Сол жерге профессор тап болып, Хиро сатуға бас тартады. Ал профессор оған университетке шақырту қағазын береді. Аға інілі оңаша қалады. Хиро Тадашиға көмек созғаны үшін алғысын білдіреді. Бір кезде жарылыс дыбысы естіледі. Байқау болған жер өртке айналады. Каллоган внутри. Кто-то же должен помочь. Тадаши профессор сыртқа шықпағанын біліп, Тадаши ішке жүгіреді. Бір кезде жарылыс болып, Тадаши қайтыс болады. Жерлеу рәсімінде Хиро оңашада отырады, және бір ай бойы университетке бармайды, себебі ағасының өлімінен кейін күйзеліске түсіп кетеді. Жаңа достары оған хат жіберіп тұрады.
бірақ оған жауап жазбайды. Хиро робот шайқасын жалғастырамын деп роботты аяғына құлатып алады және оның айқайынан Бэймакс іске қосылады. Бэймакс оған диагностика жасайды, ал Хиро құлап қалып төсек астынан бір микробот тауып алады. Микробот бір жерге барғысы келеді екен, бірақ оның қалғаны өрт кезінде жарылып кетті емес пе? Ну, может, тогда узнаешь, куда его понесло? Это улучшит ваше эмоциональное состояние. Хиро оған әзілдеп «я» деп жауап береді. Ал бірнеше минуттан кейін Бэймакс көшеде жүреді. Хиро оны тоқтатуға кетеді. Бэймакс жол ережесін бұзып жүреді, ал Хиро оны тауып алады. Олар жабық тұрған фабрикаға келеді. Фабрика ішінде микробот жасалып жатыр екен. Хиро артық дыбыс шығарып, оларды микробот басқарған адам қуалайды. Біреу микроботтарды маска киіп басқарып жүр екен. Олар қашу кезінде Бэймакс тіреліп қалады. Оны әрі-бері итеріп, ақырында құлау кезінде Бэймакс Хироны құшақтап құлайды. Олар полицияға келеді, ал полиция сенбейді. Ал Бэймакстың заряды өше бастайды. Олар үйге келеді. Бэймакс өзінің сөмкесінен қуат алып, одан соң Тадасидің кепкасын байқайды. Хиро оған ағасы өлгенін айтады. Бэймакс оның ішкі мұңын түсініп, одан кейін оған кішігірім жылулық терапиясын көрсетеді. А это еще что? Рекомендованы утешительные жесты, в особенности объятия. Бала ағасының өлімі қолдан істелуі мүмкін, себебі микроботтарды ұрлау үшін деп ойлайды. Олар түнде айтпай шығып кетеді және гаражға келеді. Бэймакс төбелес костюмын киіп, одан кейін шабуыл чип арқылы төбелесіп үйренеді. Хиро оған ағасы екеуі істейтін қол қимылын үйретеді. Олар қайтадан фабрикаға келеді, бірақ ол жерден зұлым әлде қашан кетіп қалған екен. Олар іздеуін жалғастырады және зұлымды қайық портының маңынан көріп қалады. Зұлым судан бір затты көтеріп жатыр екен. Кенеттен сол жерге универдегі талантты достары келіп қалады. Оларды Бэймакс шақырған екен. Олар Хироға күйзелістен шығуға көмектескісі келеді. Оларды зұлым байқап қойып, контейнер лақтырады. Ал Бэймакс оны қағып алып, бәрін құтқарады. Васаби рөлге отырып, қашуды шешеді. Маскадағы адам толқындар секілді қала ішін микроботқа толтырады. Еще не факт, что он хочет нас убить! Машина! Он хочет нас убить! Васаби өте сақ жүргесін Гого рөлге отырады. Олар көпірден секіріп, одан кейін пойыздан өтіп кетіп, соңында микроботтан құтылу үшін суға секіріп кетеді. Бэймакс костюмын шешіп, бәрін құтқару үшін шар болып өріледі. Олар тоңып қалған соң Фредтің үйіне келеді және өз көздеріне сенбейді. Фред өзін үйсіз ақымақ ретінде көрсеткенімен, ол бай атасының мұрагері екен және бәрін өзінің үлкен үйіне кіргізеді. Не понимаете? Чувак в маске, напавший на нас. Это никто иной, как... Вуаля! Бұл мистер Крей баланың микроботын сатып алмақ болған, бірақ оған қарсылық танытқан. Хиро ештеңе түсінбейді, ал Бэймакс қашу кезінде маска адамның диагностикасын жасап алып үлгерген екен, және олар сол адамды ұстау үшін дайындалады. Ханни Лемон жауды тоқтату үшін әртүрлі түсті жабысқа көпірек қолданады. Гого өзінің велосипедінің орнына жылдам жүретін ролик жасайды. Васаби өткір қылыш істеп алады, ал Фредтің костюмы биікке секіреді және аузынан от шығарады. Бэймакс толықтай костюмге иеленеді. Ол енді қолмен ракета атады және ұша алады. Ну что скажешь? У вас продолжает усиливаться синтез эндорфинов. Робот оған көңілің толса мен өшемін дейді. Бірақ Хиро оған әлі маска киген адамды ұстау керектігін және ағасының өліміне сол кінәлі екенін анықтау керегін айтады. Суперсенсор арқылы олар керекті адамды жақын маңдағы аралдан табады. Бәрі өзінің костюмдарын енді іске келгенде тексеріп көргісі келеді. Олар су үстінен Бэймакстың арқасында ұшып өтеді және олар жаңа қабілеттерін әлі дұрыс қолдана білмейді. Бірақ олар аралға келе сала ішіндегі түсініксіз сынған құрылысқа тап болады. Ол жерден бейне жазбалар тауып алады. Бейне жазбада Крей телепортация құрылысын сынап жатыр екен. Абигейл есімді қыз тексеру үшін капсулаға отырып телепортқа кіреді. Ал екінші жағы сол кезде жарылып кетеді. Капсула өзге ғаламда қалып қояды. Генерал экспериментті толықтай жауып тастайды. Бәрі Крейдің порталды қайта жасау үшін микроботтарды қолданғанын түсінеді.
Олар артынан жау қолынан келген тасты байқамай қалады. Бэймакс оларды тағы да құтқарады. Бірінші Фред ұйықтап қалады. Васаби қобалжиды, ал Гоку қарсыласқа бірнеше соққы жасайды, бірақ соңында құлап қалады. Бэймакс пен Хиро шабуылдайды және маска шешіледі. Жау профессор Каллиган болып шығады. Ол өрт кезінде микробот арқылы аман қалған екен. Сонда тек Тадаши өлген. Отдай мне маску, Хиро. Он же бросился за вами в огонь! Я его не просил! Хиро Бэймаксқа оны өлтіруді сұрайды, бірақ оған робот қарсы болады. Сол кезде Хиро одан медициналық чипті алып тастайды. Бэймакс толық күшімен шабуылдайды, бірақ оны достары тоқтатады. Және Каллиган масканы алып қашып кетеді. Хиро ашуланып, өзі бәрін ретке келтіруді шешіп, және Бэймакстан чипті алмақшы болады. Вы полагаете, ваше состояние улучшится вследствие его уничтожения? Да, нет, откуда я знаю? Бірақ оған Бэймакс ашпайды. Бэймакс тыныштандыру үшін Тадаши түсірген күнделікті видеоны көрсетеді. Хиро ақырында өзіне келіп, бәрі жиналады. Олар видеоны соңына дейін қарап, Каллиганның Крейді жақтатпайтынын себебі порталда жоғалған қыз Абигейл Каллиганның қызы екен. Каллиган Крейға презентация кезінде шабуылдайды және аспанға портал құрастырады. Все, что ты построил, погибнет на твоих глазах, а после твоя очередь. Хиро және оның тобы дер кезінде келеді. Хиро оған қанша амалет кегілсаң да жақын адамың оралмайды деп сабырға шақырады, бірақ оны тыңдап тұрған профессор жоқ. Және сол кезде шайқас басталады. Портал қасында болған металдың бәрі порталға тартыла бастайды, және Хиро да соның ішінде. Әзірге бәрі таяқ жеп жатырғанда, Хиро ағасының бәріне басқа көзбен қара деген сөзін еске алып, жоспар ойлап табады. Сол кезде достары да қақпаннан босап шығады. Олар профессорды шабуылдауға шақырып, соның арқасында микроботтарды порталға жіберіп, оның микроботын азайтады. Микроботтар таусылады және Бэймакс оның маскасын сындырып тастайды. Портал жерге құлайды, бірақ металды тартуын жалғастыра береді. Бәрі қашуды көздейді, тек қана Бэймакс қалады. Ол сенсор арқылы порталдан әйел адамды көргенін айтады. Хиро мен Бэймакс порталға кіреді. Ол жерден Абигейлді табады. Олар шығуға жақындағанда Бэймакс соғысады, әрі қарай ұша алмайды. Және Хироны құтқару үшін жалғыз амал қалады. Ол үшін Хироның көңілі толу керек. Хироға ағасын есіне салатын жалғыз ромат Бэймакс. Бірақ басқа амал болмағасын ол келіседі. Нет времени. Вы удовлетворены лечением? Нет! Осымен жоспар аяқталады. Дәрігерлер қызды тексереді, ал таңғалған әкесі түрмеге кетеді. Хиро қаланы құтқаруын жалғастырып, одан кейін жаңалықтарға шығып, универге оралады. Ол универден Бэймакстың қолын тауып, оның ішінен медициналық чипті тауып алады. Және ол қайтадан Бэймаксты жасап шығарады. Привет, Хиро. Ал мінеки достар, бүгінгі біздің осымен қысқаша мультфильм видеомыз аяқталды. Арнаға тіркеліп, осы видео лайктарыңызды басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер, біз видеомызды аяқтаймыз. Чао-чао.